Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадный торттың рецептісімен бөлісемін. Шоколадный бисквит дайын менде. Бұл шоколадный бисквиттің жасалу жолының видеосы менің каналымда бар. Видеоның астына оның ссылкасын қалдыратын боламын. Бисквит дайын болғандықтан тортты жинауға біз крем жасаудан бастаймыз. Сливкиге қантымызды қосып миксерлейміз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастаймыз. Қант ерігеннен кейін үстіне творожный сырымызды қосамыз. Және тағы да миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлеп бастаймыз. Творожный сырмен араласып, крем қоюлана бастайды. Сол кезде нутелланың 2 қасық немесе 3 қасық салсаңыздар болады. Нутелла болмаса, оның орнына Қазақстан шоколадын импульсны микроволновкаға ерітіп, оны да қосуға болады. Дайын болған кремді кондитерлік қапқа сала отырып, тортымды жинаймын. Крем менде 3 прослойка болады, өйткені бисквит менде 4 коржға бөлінген. Кондитерлік қаптан кремді біркелкі шығара отырып, тортымды жинаймын. Қалған аздаған кремді осылай үстіне жағып қоямын. Онда тұрған ештеңе жоқ. Кальцоға жинаған өте ыңғайлы, торттарыңыз түзу болып шығады. Тоңазытқышқа 8 сағатқа крем сіңу үшін қойып қоямын. Торт 8 сағат холодильникте тұрғаннан кейін енді қаптауға крем дайындаймын. Бөлме температурасында тұрған 82,5% сары майды ағарғанша миксерлеймін. Сахарная пудраны сары майдың үстіне салып, тағы да миксерлейміз. Творожный сырды салып, тағы да миксерлейміз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастаймыз. Електен өткізілген какаомызды саламыз және тағы да миксерлейміз. Какао кремге толығымен араласқаннан кейін біркелкі болып, енді шоколадымызды микроволновкаға ертеміз. Микроволновка ерткен кезде мұқият болу керек, шоколад күйіп кетеді. Әрбір 5-6 секунд сайын шоколадты араластырып тұру қажет. Соңынан кремді күрекшенің көмегімен араластырамыз, арасындағы ауасын шығарамыз. Кремімізді кондитерлік қапқа салып аламыз. Кремді кондитерлік қапқа салып отырып пайдалану өте ыңғайлы. Сары маймен жасалған крем чизіміз дайын. Енді 8 сағат тоңазытқышта тұрған тортты қаптап бастаймыз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай кондитерлік қаптан кремді біркелкі етіп шығара отырып, айналдыра кремді жағып шығамыз. Спатуланың көмегімен кремді жан-жағына және төбесіне біркелкі етіп жағып аламын. Арнайы құралдары арқылы
Осы тортымызды жай айналдыра отырып тегіс істейміз. Бұл жерде мақсат кремді қырып тастау емес, тегіс етіп жағып шығу. Тортты қаптап болғаннан кейін 20 минут немесе жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямын. Содан кейін барып тапсырыс берушінің немесе өзіңіздің қалауыңыз бойынша безендірсеңіз болады. Міне менің тортым дайын болды. Егер де рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, кез келген комментарий қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.